Бәріңе сәлем, бұл Марат Қани, құрметті әріптес, сергіту сәтіне арналған керемет 7 идеяны ұсынатын болам, олай болса назарларыңыз экранда болсын. Алғашқы әдіс мүсін ойыны, не болмаса қатып қалған ескерткіш деп атасақ та болады. Оқушылар музыка ойнап жатқанда еркін билейді, музыка тоқтағанда олар мүсін сияқты қатып қалады. Мұғалім қызықты қалыптарды бағалап, кімнің ең креативті мүсіндер жасағанын анықтайды. Бұл ойын көңілді атмосфера тудырып, оқушылардың шеберлігін арттырады. Саналмаған сөз жаттығу. Мұғалім белгілі бір санды атайды. Мысалы, 3 деп алайық. Оқушы сол сөзде болмаса санды естіген сайын отырады немесе тұрады. Бұл жаттығу жылдамдықты және зейінді дамытуға көмектеседі. Оқушылар санды есту арқылы зейіндерін сақтап, әрекет жасауға дайын болады. Қозғалыс және дыбыс. Әр оқушы өз қозғалысын және соған сәйкес дыбысты ойлап табады. Мысалы, отырады, қол шапалақтайды, тұрады, секіреді деген сияқты. Біреуі бастап, қалғандары оның қимылын қайталайды. Бұл жаттығу шығармашылықты арттырып, топтық жұмысқа ынталандырады. Күн мен түн ойыны. Мұғалім күн дегенде оқушылар орнынан тұрады, ал түн дегенде отырады. Ойынның жылдамдығын арттыру үшін мұғалім жылдам сөздерді айтып, оқушыларды қарқынды түрде қимыл жасауға итермелейді. Кері санау жаттығуы. Оқушылар қатар тұрып, оннан бастап кері қарай санайды. Мұғалім тоқтағанда олар әр қимылға сәйкес әрекет етеді. Мысалы, 1-ге келгенде секіру, 2-ге келгенде отыру. Бұл әдіс зейінді арттыруға және көңілді атмосфера жасауға көмектеседі. Жұппен қозғалыс. Оқушылар жұппен жұмыс істейді. Біреуі көшбасшы ретінде әрекет жасайды. Көшбасшы белгілі бір қимылды жасайды, ал екінші оқушы дәл соны қайталайды. Бұл жаттығу командалық жұмыспен сенімділікті дамытуға бағытталған. Түс пен қимыл. Мұғалім белгілі бір түсті алғанда оқушылар соған сәйкес қимыл жасайды. Мысалы, қызыл дегенде қолдарын шапалақтайды, көк дегенде секіреді. Бұл жаттығу қозғалыс пен зейінді үйлестіруге көмектеседі. Құрметті әріптестер, 45 минут сабағыңыздың 2-3 минутын осы сергіту сәтіне арнасаңыздар, сабаққа қызығушылығы кетіп, зейіні шашырап отырған оқушыларыңыздың зейіні тұрақталатын болады. Көбіне бұл жаттығуларды 1-7 сынып оқушыларына ұйымдастырсаңыздар, олардан жақсы нәтиже көретін боласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Видеоны сәл басып, пікір қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.